бір кесе қадырова деп жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқанда мен олардың ала бөтен жыр болып шыққанын жарымас едім де Қадыровқа қайтып келдім. Қадыр мен әкем, ех шіркін дүние-ай десеңші, әке деген сөзді айтқанда жүрегім қарс айырыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық бауыр. Мен әкем үйтті, мен әкем бүйтті. Мен әкем ананы сатып әперетін болды. Мен әкем мынаны сатып. Атым Қожа. Атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атына сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттардың алып қарандаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова Тәтиша айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Ал енді айтуға да естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіне де ұнамайдақ. Әттең қолдан келсе табанда өзгеріп әдемі аттардың бірін емделіп алар едім.